Сәлем достар, сіздермен Еркетай арнасы. Арнамызға лүпіл басып, тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Жолаушыға 3 насихат. Бір заманда енді үйленген бір жас жігіт ілім үйрену ынтасымен ауылдан кетеді. Ұзақ сапардан кейін қалаға жетіп, медресе іздеп жүргенінде жұмысшы іздеп жүрген бір бай кісімен кездеседі. Бай кісі жоғары ағы ұсынғандықтан ниетін өзгертіп, жанында жұмыс істей бастайды. 20 жыл оның қасында жұмыс істеп, 3000 дирхам ақша жинайды. Сөйтіп ауылына қайтуға шешім қабылдайды. Жолда түнеген жерінде біреу: «Менде сондай бір насихат бар. Мұны алған адам дүниеде де, ақыретте де рахат өмір сүреді», дейді. Әлгі адам: «Үйден ілім үйрену үшін кеткен едім. Ілім үйрене алмадым. Ең болмағанда осы насихатты алайын. Қалған 2000 дирхам маған жетеді», деп оған 1000 дирхам беріп, орнына қаза мен тағдырда не бар болса, сол орындалады. Тағдырдағыдан басқасы болмайды деген насихатын алады. Сапарын жалғастырады. Басқа бір түнейтін жерде тағы да осындай біреу кезігеді. Ол да: «Менде бір сондай бір насихат бар. Мұны алған адам дүниеде де, ақыретте де рахат өмір сүреді. Бірақ құны 1000 дирхам», деп айқайлап тұрады. Әлгі адам: «1000 дирхам ақшама да, мұны алайын. Қалған 1000 дирхам маған жетеді», деп 1000 дирхам төлеп, орнына «Жүрек кімді жақсы көрсе, сол сұлу» насихатын алады. Жолын жалғастырып бара жатқанда басқа бір түнейтін жерге тағы біреуді кездестіреді. Бұл кісі де: «Менде сондай бір насихат бар. Мұны алған адам дүниеде де, ақыретте де рахат өмір сүреді. Бірақ құны 1000 дирхам», деп айқайлап тұрады. Адам бұл жолы өз-өзімен күресе бастайды. Бір жағынан ілім үйренбегенінің ауыртпалығы, бір жағынан қалған соңғы ақшасы. Ақыр соңында ілім үйрену ынтасы ауыр басып, тағы жұмыс істеп ақша табармын, деп 1000 дирхамын оған береді. Орнына өзің ұнатпайтын түсініксіз жағдайға тап болғанда асықпа деген насихатын алады. Сапарын жалғастырады. Жолда топталған адамдарға кезігеді. Жандарына жақындағанда олар: «Мына құдықтың ішінде бір жынды бар. Қасында бір қыз бар. Ауылымыздың суын тоқтатты. Ішіне кім түссе де бәрін өлтіріп жатыр. Бізді бұл қиыншылықтан құтқарған адамға мына ыдыстағы алтындарды береміз», дейді. Адамның ойына бірінші қаза мен тағдырда не бар болса, сол орындалады. Тағдырдағыдан басқасы болмайды деген насихат келеді. Құдыққа түседі. Жынды: «Саған бір сұрақ қоямын. Жауап берсең, суды ашамын. Мына қыз сұлу ма, әлде мына құрбақа ма?» деп сұрайды. Екінші насихат ойына келеді. «Жүрек кімді жақсы көрсе, сол сұлу», деп жауап береді. Жынды: «Жарайсың. Осы кезге дейін бәрі қыз сұлу деді. Олар білмеді. Сен таптың», дейді. Жынды құрбақаны жақсы көргендіктен бұл жауапты ұнатады. Сөйтіп суды ашады. Ал әлгі адам алдыңғы ақшасынан да көп болған алтындарды алып ауылына қайтады. Үйінің терезесінен қарағанда ішінде әйелінің жанында бір жас жігіт қалжыңдасып тұрғанын көреді. Бірден пышағын қынынан суырып тұрғанда үшінші «Асықпа» деген насихатын есіне түседі. Пышағын жасырып есікті тоқылдатады. Жұбайы есікті ашып, жанындағы жас жігітке: «Қара балам, әкең келді», деп қуанады. Міне достар, видеомыздың соңына да жеттік. Арнамызды қолдауды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.